Сәлем баршаңызға. Бүгінгі айтатынымыз зімбір жайлы болмақ. Егер сіздерге ұнаса, тіркеліп лайк басуды да ұмытпаймыз. Зімбірдің пайдасы жайлы аз айтылған емес. Оның адам ағзасына пайдасы барын медицина дәлелдеген. Дегенмен зімбірде дұрыс қолдану керегін ұмытпаған жөн. Алдымен пайдасынан бастайық. Зімбірдің пайдасы. Зімбірдің тамыры А, С, В1, В2 дәрумендері, магний, фосфор, темір, калий, натрий, цинк, калий сынды минералды заттар түрлі пайдалы амин қышқылдары бар. Арықтауға көмектеседі. Зімбір қанды қыздырып, айналымын жақсартады. Соның арқасында асқазан жұмысы мен зат алмасу күшейеді де адам арықтауына себебін тигізеді. Тұмауды емдейді. Зімбірдің бактерия, вирус пен қатерлі ісікке қарсы тұрар қуаты мығым. Сондықтан зімбір шайын дайындап, немесе зімбір мен эфир майын қосып ингаляция жасау арқылы тұмаудан тез сауығуға болады. Ал эпидемия кезінде зімбірдің адам иммунитетін қалыптастыруына маңызы ерекше. Қан қысымын түсіреді. Жоғарыда айтылғандай зімбір қан айналымын күшейтеді. Соның есебінен қан қысымы да төмендейді. Сондай-ақ миға оттегі айдауға көмектеседі. Иммунитеті күшейтеді. Зімбірдің құрамында дәрумені көп. Әсіресе В тобына жататын дәрумендер мол. Аскорбин қышқылы мен ретинол бар. Ал бұл адам иммунитетін күшейтуге жақсы көмектеседі. Токсикоз бен улануды қайтарады. Зімбір қан айналымын жақсарту арқылы ішек спазмасын жеңілдетіп, содан тамақ уатын тез қайтарады. Ол үшін зімбірді кішкене бөліп алып, шайнап сумен жұту керек. Зімбірдің зияны. Зімбір өте қатты уатты өсімдік. Сондықтан оны пайдаланғанда абай болған жөн. Әсіресе зімбірдің шайын ішер кезде сақ болған абзал. Дәрі аздап ашыған, қышқыл, айныған тәрізді болса, онда оны ішпеген жөн. Зімбірді ішуге болмайды. Гастрит, асқазан жарасы бар адамдарға. Зімбірді асқазанның шышты қабығын тітіркендіруі мүмкін. Сондықтан асқазан қышқылы көбейген жағдайда зімбір шайын ішпей қойған жөн. Бүйрегінде тасы барларға. Зімбір бүйрегіндегі тасы әрі-бері қозғалуына әсер етуі мүмкін. Ал бұл бүйрекке жақсы емес. Дене температурасы көтерілгенде пайдалануға болмайды, ал дене қызуы енді көтеріле бастағанда оны қайтаруға зімбір шайының пайдасы мол. Жүрек ауруы бар адамдарға, миокард ишемиялық жүрек аурулары, қан қысымы жоғары, инсульт, инфаркт алған адамдарға зімбір шайын көп ішуге болмайды. Өйткені жоғарыда айтылғандай қан айналымы күшейіп, жүрекке салмақ түсуі мүмкін. Жүктіліктің екінші кезеңінде. Негізінде зімбір жүкті әйелдердің жерігін басуға септігін тигізетін өсімдік. Бірақ оны жүктіліктің екінші кезеңінде қолдануға болмайды. Өйткені қан қысымын көтеріп жіберуі мүмкін. Бүгінгі зімбір жайлы айтылды. Егер сіздерге маңызды ақпараттар ұнаса, тіркеліп лайк басуды да ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар.